Баршаңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен ерекше дәмді, өте керемет болып шығатын, қыста рахаттанып тұрып ішетін компоттың рецептісімен бөлісетін боламын. Компотпен қатар банканы стерильдеудің ерекше әдістерімен бөлісіп өтетін боламын. Бүгінгі жасайтын компотымыз ассорти компот болады. Жүзім, алма және алшадан қосып жасаймыз. Өте керемет болып шығады. Жүзімнің осындай түрін таңдадым. Қалауыңызша кез келген жүзімді таңдауға болады. Ең алдымен жуып тазаланған алмаларымызды осылай бөлшектерге бөліп аламыз. Егер сізде кішкентай алма болса, бірден сол бүтін күйінде сала берсеңіз де болады. Алшаларымызды да жуып тазалап, осылай тесіктер жасап аламыз. Тесік жасау міндет емес, бірақ тесік жасасаңыз түсін әдемі беретін болады. Компоттың түсі қызарып әдемі болады. Енді қақпақтарымызды стерильдейтін боламыз. Қайнап жатқан суға қақпақтарымызды 5 минут шамасында қайнатып стерильдеп алатын боламыз. Осы арада біздің суларымыз 2 ыдыста қайнап тұру керек. Біріншісі осындай стерильдеуге арналған су, екіншісі компотқа құятын суымыз болады. Алдын ала банкілерімізді жуып тазалап, осылай қайнап жатқан судан алып, құйып, бетін крышкамен жауып 5 минуттай стерильдеп алатын боламыз. Немесе мантоваркаға қойып стерильдеуге болады. Егер мантоваркада жасайтын болсаңыз, 10 минут шамасында ұстап, банкілеріңізді стерильдейсіз. Чайникте жасайтын болсаңыз, чайникте 5 минут қана ұстасаңыз жеткілікті болады. Осылай барлығын стерильдеп аламыз. Меніңше ең жеңіл әдіс осы әдіс. Маған осы әдіс қатты ұнайды және сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Осылай барлығын қойып қоямыз. 5 минут шамасында тұрғаннан кейін барлығын суын төгіп, қақпақтарын бірден жауып қоямыз. Енді банкаларымызды шетінен жемістерімізді салып дайындайтын боламыз. Осылай тесіктер жасалынған алшамызды 3-4 данадан және де жүзімімізді үстінен алмамызды тастаймыз. Жемістерді қалауыңызша салуға болады. Шамамен жарты банкі болса, негізінде жеткілікті. Егер сізде жемістер көп болса, одан да көп салсаңыз болады. Барлық жемістер қалауыңызша өзгертіп қосуға болады. Мен осылай жарты банкі ғана салдым. Мендегі бар жемістермен қолданып сала салдым. Егер сізде көбірек болса, көбірек салсаңыз болады. Жүзімдерді осылай сабағымен салуға болады, немесе жүзімдердің сабағын алып тастап та сала беруге болады. Негізінде ассорти компот жапқан кезде әркім әртүрлі жемістер қолданады. Қатып қалған қағида жоқ. Қалауыңызша жемістердің көлемінде, жемістердің түрінде өзгертіп қолдана беруге болады. Және де тағы бір айтып кететін нәрсе, ол жемістерді таңдаған кезде міндетті түрде жемістеріңіз шірімеген және де босап солып кетпеген болу керек. Мүмкіндігінше қаттылау, шірімеген жақсы жемістерді қолдануға тырысыңыз. Ең соңынан барлығын осылай салып болғаннан кейін мен осындай кішкене бір тілімнен лимон тастап шықтым. Лимон міндетті емес, қалауыңызша қоспауға да болады. Немесе лимон жоқ болса, компотқа құятын суыңызға лимонның кислота бар болса, соны да қосып жіберсеңіз болады. Немесе осылай бір тілім лимоннан тастасаңыз болады. Осылай барлығын салып алғаннан кейін үстінен қайнап жатқан суымыздан толтырып, бетіне дейін толтырып құйып шығамыз. Міндетті түрде бетіне дейін толтырып құйыңыздар, себебі бізде жемістер өзіне шамалы су тартып алып, шамалы суымыз тартылатын болады. Осылай суымыздың бәрін құйып шыққаннан кейін 15 минутқа қалдырамыз. 15 минуттан кейін кастрюлькамызға қайтадан барлық суымызды төгіп шығамыз. Кейбір асый ханшайымдары бірден жауып тастайды, олай жабуға да болады. Әркім өз қалауынша, мен осы әдіспен жауып үйреніп қалғандықтан осы әдіспен жауып шығамын. Егер де сізде бірден жапқыңыз келсе, шекерін салып, қайнаған суды үстінен құйып, бірден жауып тастасаңыз да болады. Мен осылай барлық суымды құйып алғаннан кейін үстінен шамалы тағы су қосып, сақырлатып қайнатып аламын. Суыңыз қайнауға жақындаған кезде банкілерімізге шекерлерімізді салып дайындайтын боламыз. 2 литрлық банкіге 200 грамм шекер саламыз. 1 литрлық банкі болса 100 грамм салатын боламыз. Ал егер 3 литрлық банкі болатын болса 300 грамм салатын боламыз. Шекерлеріміздің барлығын осылай салып алғаннан кейін қайнап жатқан суымызды осылай бетіне дейін толтырып, тағы да құйып шығатын боламыз. Әр суды құйып шыққаннан кейін бірден осылай қақпағын жауып отырыңыздар. Құрметті көрермендерім, сіздер тағы қандай әдіспен жабасыздар, комментарияға жазып, бөлісіп кетсеңіздер екен. Осылай барлығын суын құйып алғаннан кейін, менде осындай қақпақ жабатын полуавтомат аппарат бар. Осымен жауып шығамын. Жаңадан үйреніп жүрген қыз-келіншектер болса, міндетті түрде осындай полуавтомат закрывашқа алуға кеңес беремін. Анам екеумізде де дәл осындай аппарат бірдей, және екеумізде де жылда банкі жапқан кезде осы аппаратпен қолданамыз. Өте ыңғайлы, ешқандай да құртылған жоқ, және де қолдануға ең ыңғайлысы осы закрывашка болды. Банкілеріңіз біркелкі әдемі болып жабылатын болады, және ешқандай күш салуға қажет жоқ.
Осылай бір жәніне қарай 9 рет бұрасаңыз, өзі қатты болып қалатын болады. Сол жерден бірнеше қайтара осылай айналдырып жібересіз, және артқа қарай тағы да 8-9 рет айналдырып шықсаңыз, бір келгі әдемі болып жабылатын болады. Жауып болғаннан кейін осындай астындағы шекеріне мұқият болыңыз, шекер қалып кетпесін. Осылай бірнеше рет аунатып, шайқап жіберіңіз. Сол кезде шекеріңіз еріп, сумен араласып кететін болады. Егер шекер астында қатып қалса, онда банкіңіз атылып кетуі мүмкін. Сол себепті осылай бірнеше рет шайқап жібергеніңіз жақсы болады. Қалған банкілерімізді де дәл солай жауып алатын боламыз. Достар, менің YouTube каналымнан басқа да қызықты рецепттерді көре аласыздар. Каналға өтіп көрсеңіздер болады. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетсеңіз, өте қатты қуанып қалар едім. Осымен барлық банкілеріміз дайын. Банкілерімізді осылай теріс қаратып төңкеріп, одеялдың ішіне салып, барлығын одеялмен орап тастайтын боламыз. Осындай одеялдың ішінде 3 күн өткеннен кейін шығарып, оңға төңкеріп, қайтадан өзінің кәдімгі орнына қойып қойсаңыз болады. Кез келген жерде тұра береді. Қыста осылай ашып, іше беретін боласыз. Арнайы сіздер үшін бір апта өткеннен кейін ашып видеоға түсірдім. Дәмі өте керемет болады. Шекері көп деп уайымдамаңыз, қалауыңызша бірге бір су қосып ұсынсаңыз болады. Мен осылай осы күйінде қазір ішіп көрдім, өте керемет болып шықты. Сіздерге видео пайдалы болды деген ойдамын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым. Баршаңызға рахмет.